Ресейдің жоғарғы хоккей лигасының басты жүлдесі саналатын Петров кубогын қанжығаларына байлап қайтқан Сарыарқа хоккей командасын облыс әкімі қабылдады. Ерлан Қошанов облыс қана емес, ел намысын абыроймен қорғаған жерлестерімізге алғыс білдіріп, алдағы байрақты бәсекелерде сәттілік тіледі. Ресейдің командаларын сан соқтырып, Петров кубогын қанжығаларына байлап қайтқан Сарыарқа хоккей командасы кеншілер астанасында жанкүйерлерінің мерейін үстем қылды. Бірнеше күннен бері қарағандылық команданың жеңісі барлық Қазақстанға тарап, бұқаралық ақпарат құралдары жарыса жариялауда. Бүгін облыс әкімі Ерлан Қошанов чемпиондарды қабылдады. Олар да өз кезегінде аймақ басшысына алтын медаль табыстады. Ерлан Қошанов та бүгінде жерлерден қарағандылықтарды осы байрақты бәсекедегі жеңістермен құттықтаған хаттардың келіп жатқанын жеткізді. Аймақ басшысы спортшылар мен Сарыарқа командасының барлық ұжымын осы қиындықпен келген жеңіс арқылы жерлестеріне сыйлаған жарқын әсерлер мен қуаныш пен мақтаныш сезімін сыйлағандары үшін алғысын білдірді. Мы понимаем, что победа досталась. Әрине, біз жеңістің оңайшылықпен келмеген түсінеміз. Сіздер тайсалмас мінездеріңізді танытып, ерен еңбекпен толайым табысқа қол жеткіздіңіздер. Мен сіздердің ақтық сындағы өз алаңдарыңыздағы өткізген барлық ойындарға барып, жеңістің қандай қиындықпен келетіндігін өз көзіммен көрдім. Сол себепті сіздерге алғыс білдіргім келеді. Облыс әкімі чемпиондарды алғыс хаттармен, сондай-ақ бағалы сыйлықтармен марапаттады. Аян Алматылы, Дмитрий Обрық, Николай Шевелев, 5-ші арна.